Сәлем баршаға, арнамда жаңа видео. Бүгінгі видеода мен түймедақтың денсаулыққа қандай пайдасы бар. Жалпы түймедақ ол ромашка. Ромашка шайы өте пайдалы. Ендеше видеоның соңына дейін тыңдаңыздар. Түймедақ, ромашка өте пайдалы өсімдіктердің бірі. Себебі оның гүлінде адам ағзасына оң әсерін беретін эфир майы бар. Сонымен қатар өсімдіктің құрамындағы флавоноидтар мен бактерияларды жойып, аурудың асқынуына қарсы тұруға ықпал етеді. Және құрамындағы пайдалы майлы қышқылдар зат алмасуды реттеп, тәбетті ашады, ағзаға зиянды токсиндер мен шлактарды бөліп шығарады. Осы секілді гүлдің пайдалы және зиянды тұстарымен танысқыңыз келсе, видеоның соңына дейін тыңдаңыздар. Түймедақ гүлін іш кебу, іш өту, іштің түйіліп ауруында, асқазан жарасында және ас қорытудың бұзылуында көп қолданылады. Сонымен қатар оның тұнбасы мен тұмауды, баспаны емдеп жазуға болады және дене қызуын түсіретін де қасиеті бар. Түймедақ жүйке жүйені тыныштандыратын ең таптырмас емдік шөптердің бірі. Ұйқыға жатар алдында түймедақтан демделген бір шыны шайды өзі шаршауды басып, тыныш ұйықтауға ықпал етеді. Бұл өсімдік бүгінде косметикалық зат ретінде кеңінен қолданысқа ие. Ол бет терісінің қызаруын басып, ондағы бөктерді кетіруге және майлы беттерді тазалауға көмектесе алады. Түймедақ гүлдерінің тұнбасымен компресс жасау арқылы көздің шаршауын басып, қызарғанын емдейді. Өсімдіктің шашымызға да тигізер пайдасы көп. Мәселен, шашты тазалап, сусабынмен жуып болғаннан кейін гүлдің тұнбасымен шашыңызды шаятын болсаңыз, сусабынның құрамындағы зиянды химиялық заттардың залалын аздықтап, шашты қатайтып, әрі нәрлендіреді. Сонымен қатар шашқа табиғи жылтырлық сыйлап, жібектей жұмсақ етеді. Әсіресе майлы және қайызғағы көп шаштарға осы түймедақтың тұнбасы көмектесе алады. Түймедақтан дайындалған емдік шайлар тыныштандыратын шай. Бұл шайды дайындау үшін түймедақ гүлдерінің бір шай қасығын бір стакан қайнаған сумен араластыру керек. 1 сағат тұндырып қойып, ұйқы қашқанда немесе қатты шаршағанда бір шай қасық бал қосып, төсекке жатар алдында қабылданса, түнгі ұйқыңыз тыныш, таңертең сергіп оянасыз. Жел айдайтын шай. Мұндай шайды ішу үшін ең алдымен түймедақ гүлдерінің 6 бөлігі мен шүйгіншөп валериана тамырының 4 бөлігін және зиренің тмин 1 бөлігін алып, жақсылап араластырасыз. Одан соң осы шөптердің қосындысынан 1 ас қасық алып, үстінен 1 стакан қайнаған су құйып, 20 минут тұндырып қою керек. Дайын шайды таңертең және кешкі жарты стаканнан ішіп отыру керек. Қызыл иек қабуына арналған тұнба. Мұндай дертке шайқурай, яғни зверовой, дала қырықбуыны, хвощ, түймедақ гүлі мен қырмызы календула шөптерін 1 шай қасықтап алып, үстінен жарты литр су құю керек. Содан соң 30 минут тұндырып, қызыл иек қабынғанда күніне 5-6 рет осы тұнбамен шаюға болады. Түймедақтың да пайдасымен қатар залал кетіретін тұстары да бар. Мәселен, түймедақтан дайындалған шайды немесе тұнбаны аяғы ауыр әйелдердің ішуіне мүлде болмайды. Себебі болашақ ананың ішіндегі нәрестесіне бұл кері әсер етіп, түсік тастап қою қаупі бар. Сондықтан да бұл өсімдікті жүкті әйелдердің барынша тұтынбағаны абзал. Дегенмен түймедақ пен тұмау кезінде тамақ ауруларында ингаляция жасау арқылы айығуға болады және тамақты шаюға да мүмкіндік бар. Тек жүкті әйелдер түймедақты ішке қабылдамаса болды. Сіздермен болған Сәуле, назарларыңызға рахмет. Ұйқыларыңыз тыныш болсын десеңіз, түймедақ шайын ішіңіздер. Қош сау болыңыздар.